Анда жақсы адам. Мен нөмір 69 жалпы орта білім беретін мектебінің 3-ге сынып оқушысымын. Менің сынып жетекшім Жүсеева Ақерке Құрбанайқызы. Бүгін бізде қонағымызда Асыл әжем. Насыл қызым, өзің жақсысың ба? Жақсы. Үлкен кезінде журналист болғым келеді. Содан сізді сұхбаттасам бола ма? Жас кезіңізде неге айналыстыңыз? Мен жас кезімде өте қызықты болып өттім. Малдан батырғанбыз, далада отырғанбыз. Малымыз көп болған, қой баққанбыз. 4 түлік малды жақсы көруші едім. Бізде 4 түлік, 5 түлік мал болды бізде. Соны дала тең, қазағымның тең даласында жайып еркін өскенмін жас кезімде. Сіз кішкентай кезіңізде нені армандадыңыз? Мен жас кезімде содан бір үлкен оқуға түссем, оқысам деп оқуды армандадым, білімді армандадым. Білімді болсам, мұғалім болсам деп армандадым. Сен жақсы мамандықты таңдапсың қызым. Талабыңа нұр жаусын. Қаласа сол арманыңа сен де жеттің. Ол арманыңызға жеттіңіз бе? Енді оқымасам да жеттім деп ойлаймын. Одан кейін мен өзіміз жақсы қылып салған баспанаға кірсек деп ойлаушы едім. Сол арманым орындалды. Балам да жақсы мамандықта істеп жатыр. Сол арманыма Алла тағалам жеткізуге. Сол оқуға түсе алмағаннан кейін өзім онша әйтеуір осындай майда шүйде тігетін болдым. Жаңағы мамандықтың қай түрлі болмасын үйренген жақсы. Үйрене берген. Қандай мамандық болуыңыз? Одан кейін мен оқу нағыламадым. Содан үйгередім, тұрмысқа шықтық. Содан ең болмаса балдарым жақсы мамандық алса деп ойладым. Балам құдайға шүкір жақсы жұмыста істеп жатыр.